10 бағдарлама қазіргі таңда 10 бағдарлама өтіп жатыр. Қазақстан бойынша Шымкентте, Қарағанды облысында, Түркістан облысы, Қостанай қаласында, Қостанай жастары деген бар, Шымкент, Өскемен, Жетісу облысы, Қостанай. Сонда бірнеше өңірде қазір бағдарламалар болып жатыр, достар. Тікелей эфирге қатысып отқан азаматтар жоқ қой әзірге? Тек сырттан ғана қарап отыр ма? Сырттан қарап отқан қайдан көремін? Бір адам қарап отыр, тиктокта бір адам болды. Так, кеш жарық. Инстаграм оқырмандар пока жиналғанша мен тиктокпен сөйлесе тұрайын. Тикток оқырманы бір адам көріп отырған, рахмет, Алла разы болсын. Қазір Инстаграмда да тиктокта тікелей эфирде қазір отырмын. Тікелей эфирде мен сіздермен 10 бағдарлама, қазіргі таңда 10 бағдарлама өтіп жатыр. Сол 10 бағдарлама туралы сіздермен толыққанды барлығы жеке-жеке тоқталып айтып өтіремін. Тікелей тағы да бір жағынан сұрақ қойып отырсаңыздар да болады. Тиктоктан да, Инстаграм парақшамда да сұрақ қойып отырсаңыздар, сіздерге мен жауап беріп отырамын. Тағы да қайталап өтейін, бүгінгі тақырып Отбасыбанкта болып жатқан 10 бағдарламаны айтып беремін. 10 бағдарлама туралы. Сондықтан бүгін эфир өте қызықты, тартысты болады. Тақырыптар өте кең, күшті. Сұрақтарыңыз болып отырса, барша қолданам келсе, барша сұрақтарыңызға жауап беріп отырамын. Енді параллель сіздермен отырып, мен мына коктейлімді кешкі ужинім ғой, коктейлім ішіп отырайыншы, ренжімеңдерші. Так, амандасып алайық, баршаларыңызға кеш жарық. Құрметті көрермендер, тиктоктағылар давайте бәрін қосылсаңыздаршы, тікелей эфир қандай керемет ақпарат болады, біліп алыңыздар. Инстаграм парақшасы, давайте тез бәріңіз қосылыңыздар, мен шын жүректен тілектеспін. Баршаларыңыз үйлі болыңыздаршы. Ассаламу алейкум, берекелі ерекең дейді. Уағалейкум ассалам. Инкогнитаң аты кім еді? Кім еді өткен атын айтып еді, ұмытып қалдым. Инкогнита, қазір постоянно шығар. Салтанат, білмеймін, есімде жоқ. Салтанат па жоқ, ассаламу алейкум дейді, ер адам сияқты ол. Нұрдәулет дейді, Жания сатып алды ма? Так, жақсы. Достар, бастай берейін, уақыт алмай-ақ, по ходу тағы да сұрақтар қоя бересіңдер. Жалпы кеттік. Қазіргі таңда Отбасыбанк бағдарлама, Отбасыбанкта қазіргі таңда сіздерге айтайын ба, болып жатқан 8 бағдарлама бар, және ертең 2 басталады, сонымен 10 бағдарлама болып жатыр. Енді тыңдаңыздар, жаймендеп басынан бастап бастайын. Ең бірінші бағдарлама мен сіздерге айтайын деп отырғаным, қалыңыз қалай дейді, жақсы, аман-есен. Есіңізді бір салып жүріңіз, инкогнито, атыңызды ұмытып қалдым. Так. Асыл мекен деген бағдарлама болып жатыр. 25 сентябрьден басталды Отбасыбанкта. Құрметті тикток, инстаграм, оны екі қатар қой қоймай ма? Бұлай болмай ма? Келмеймін ондайға. Асыл мекен бағдарламасында айтайыншы, кез келген азаматтар қатыса алады. Главное, атыңызда соңғы 5 жыл үй болмаса болды. Алғашқы жаны 10%, максимальный займ 5%, и максимальный займ 10 миллион теңгеге дейін. Бірақ бұл асыл мекеннің бір ерекшелігі, басқа бағдарламадан қарағанда, бұның ерекшелігі тек қана ауылдық елді мекендерден ғана үй ала аласың. Яғни жалпақ тілмен айтқанда ауылдық жерлерден ала аласыңдар ғой. Қала, облыс орталықтардан ала алмайсыздар. Тек қана ауылдық мекеннен ала аласыңдар. Асыл мекен бағдарламасы туралы айтып жатырмын. Қазір жаңадан қосылған көрермендерге, құрметті көрермендер, қазір Отбасыбанкта болып жатқан 8 бағдарлама және қосылатын тағы да 2 бағдарлама, жалпы 10 бағдарлама туралы айтып өтемін өзім тікелей эфирімде. Осы алдағы жарты сағат 40 минут, 50 минуттың ішінде, мүмкін 1 сағаттың ішінде сіздерге толық ақпарат айтамын. Жақсы, асыл мекен, аттарыңызда үй болмау керек. Асыл мекен бағдарламасына қатысу үшін соңғы 5 жылда кім қатысып жатыр, соның атында 5 жылда, және өзінің жағы отбасы мүшелерінде, яғни мысалы үшін папасы қатысса, мамасында, балалар шағасын бәрінде соңғы 5 жылда Қазақстан бойынша үй болмау керек, достар. Ол ең бірінші талап.
в принципе основной талап сол ғана, атында үй болмаса болды, және счеттардың ареште болмай, төлемақы қабілетті растау керек. Міндетті түрде негізі басында асыл мекенде 1 миллион теңге міндетті түрде болу керек, заявка беру үшін. Ал қазіргі таңда ондай жоқ. Тек заявка бересіз, одобрение алып аласыздар, содан кейін үйді тапқаннан кейін 1 миллион теңгені салып, 10 миллионға дейін заем алуға болады. Айына примерно 80-90 мың теңгенің шамасында шығады. Әдемі ғой, 1 миллион салып, үй алып алып 80-90 мың теңгеге жер үй алуға да болады, кәдімгі пәтерді үйлер алуға да болады. Енді ауылдық жерлерде көбінесе жер үй ғой, бірақ оның құрамына қарайды, неден салынғанына. Сондықтан барлық үй бірдей өтіп кете береді деп айта алмаймын. Және асыл мекенге заявка беру үшін банкке барып, документтерін өткізіп, мен асыл мекен берейін деп едім деп барудың қажеті жоқ. Олар вообще қабылдамайды банкке баратын болсаңыздар. Асыл мекен бағдарламасына заявка беретін болсаңыздар, онлайн бәрі беріледі. Ол үшін кәдімгі егов бар ғой, егов деппін ғой. Отбасы банктың сайты. Соған отбасы банкқа кіресіздер да, Google'дан тересіздер, отбасы банк соның ішіне кіріп, берші, сіздер сенікінен көрсейші, сен көріне ма? Любой бір. Қазір көрсейші, міне. Мысалға қараңыздар, міне, любой бір телефонда Google қаяқта бұның. Міне. Так, міне, кәдімгі Googleға кіреміз. Отбасы банк деп жазамыз. Отбасы банк. Міне, отбасы банк деп жаздық қой. Сосын сол отбасы банкқа кіреміз. Бұл кісілерге теріс қарай көрініп тұр, е? Жарайды, теріс қарай көрінсе де, міне, қазір загружаться етілсін. Сосын отбасы банктың өзінің парақшасына кіресіздер, мына жерін андай парақшасына кірдіңіздер ғой, е? Отбасы кірген кезде мына жерінде қаяқта? Міне, асыл мекен деген тұр, міне. Көрдіңіз ба, мынаны жылықтап отыра бересіңдер, асыл мекен. Сол асыл мекеннің ішінде подробно басып, ары қарай осыған кіріп кетсеңіздер де болады. Болмаса, мына жерде, интернет нашар ұстап, мына жерде сіздер кейін звонок болады. Мына жерде телефонның несі тұрады, жаңағы эмблемасы. Сол телефонға звондап, ол шықпаса, мына жерде шетін басып қалсаңда видеозвонок деген бар. Видеозвонокқа басып, мынау қазір енді тек жұмыс күндері ғана доступ болады да. Қазір жұмыс күні емес, жұмыс уақыты емес. Сол видеозвонокпен ғана звондап сұрайсыздар. Сол видеозвонокқа оператор қосылады, операторға айтасыздар, мен осындай асыл мекеніне қатысайын деп едім, соңғы 5 жыл атымда үй жоқ, төлемақы қабілетім бар, соңғы 6 ай пенсионкам түсіп тұр, болды. Главное, депозитіңіз болу керек, депозиттің 1 жыл болу керек, 1,5 жыл болу керек деген ондай требование жоқ. Жақсы, енді асыл мекен бағдарламасы лимит бітіп қалса, достар, әр регионға әртүрлі лимит береді. Сіздердің региондарыңызда лимит бітіп қалған болатын болса, ол бағдарлама жауап қалады. Ал қай регионда қалай жабылды, қалай болып жатыр, ол ақпарат туралы жоқ менде, ол туралы ақпарат. Негізі заявка беріп көріңіздер, достар. Енді қазір болып жатқан өңірлік бағдарлама Қамқор деген бағдарлама бар. Қамқор бағдарламасы Шымкент қаласында өтіп жатыр. Бұл жерде 20 миллионға теңге дейін заем алуға болады, 6%-пен, алғаш жана 10%, максимально 25 жылға, бірақ отбасы банкта 25 жылға бермейді, көбінесе 13-14 жылға береді. Қамқор бағдарламасы туралы бұған только шымкенттіктер ғана қатыса алады. Бұда да талап, соңғы 5 жыл атында үй болмау керек, достар. Соңғы 5 жыл атында үй болмау керек. Және міндетті түрде Шымкент қаласында прописка болу керек. Және бұл кереметтігін қараңыздаршы, прописка бұрын міндетті түрде 1 жыл болу керек деген болатын. Қазір просто келіңіздер, пропискаға тұра салып қатыса беруге де мүмкіндік бар. Бірақ белгілі бір салалар бар, именно сол салаларда жұмыс жасауларыңыз керек. Атап айтатын болсам, журналистер, дәрігерлер, білім, мәдениет, спорт, энергетика, аумақтық департаменттер, мемлекеттік мекемелер дейді, коммуналдық салалар, жаңа халыққа қызмет көрсету қызметкерлері, Шымкент қаласының бойынша Қазақстан Республикасының төтенше жағдай министрлігі, азаматтық қорғау органдарының қызметкерлері дейді. Міне осы салаларда жасауларыңыз керек, достар. Соңғы кезде сіздер қатыса аласыздар. Бұл бағдарлама келесі айдың 28-іне дейін жалғасады, яғни әлі 1 айдан астам уақыт бар. Оны отбасы банкқа заявка беруге болады. Енді Қарағанды облысының азаматтарына ақпарат. Қарағанды облысы Сарайын деген қала бар. Сарайын қаласында Сарайын жастары деген бағдарлама қазіргі таңда өтіп жатыр. Мүмкін сіздердің туған-туысқандарыңыз, мүмкін сіздердің таныстарыңыз Қарағанды облысында Сарайын қаласында таныстарыңыз бар шығар.
соларға ақпарат айтыңыздар. Акасы сіздерде Саран жастар деген бағдарлама болып жатыр екен ғой деп. Бұл жерге 35 жасқа дейінгі жастар қатыса алады. Бұл жерде де алғашқыда 10% және бастапқы жана 10%пен зайым береді. 19 жылға дейін максимально 20 миллионға дейін береді екен. Қазақстан Республикасының азаматы болу керек. Тоже белгілі бір салаларда жұмыс жасау керек. Денсаулық сақтау, білім, мәдениет, спорт, бақ өкілдері, жоғары оқу орындары, әлеуметтік сала дейді. Коммуналдық қызметкерлерде, жетім балалар, мемлекеттік қызмет жұмысы керек. Қарағанды қаласы бойынша төтенше жағдай министрлігі, Қарағанды қаласы бойынша кәсіпкерлікте жұмыс жасайтын қызметкерлер осы Саран қаласынан алуға толық мүмкіндіктері бар екен, достар. Міне осында пайдаланып алыңыздар. Бұл ең соңғысы 25 октябрьде, яғни бүгін 22-сі ме, енді 3 күннен кейін бұл бағдарлама жабылып қалады. Сондықтан таныстарыңыз бар болса, Қарағандыда, Қызылорда деп едім бе, өзім туған облысында. Соларға ақпарат айтасыздар. Енді Түркістан қаласының азаматтары бар ма? Түркістандықтарға ертең Түркістанның азаматтары бар болатын болса, ертең соңғы күн 16 октябрьде 23 октябрьге дейін тікелей брондау болған. Бұл жерде 175 квартираға тікелей брондау болған, яғни 180 мың теңгеден метр квадрат чистовой отделкада үйлер беріліп жатыр. Бұған әрине қатысатында тек қана жаңағы атында соңғы 5 жылда үй болмау керек, және тек қана 2%-бен ғана алады. Бұл жерде дұрыс па? Қалған пайызда қатыса алмай ма не? 5% қатыса алмай ма не? 5%-дар қатыса алады. 5%-да қатыса алады. 5%-бен 2%-бен алатындар қатыса алады. 5%-бен қатыса алатындар, яғни кез келген очередьте тұрған азаматтар бар ғой, кез келген санаттағы. Сол именно сол Түркістан қаласында тұрып жатқандар, Түркістан облысында тұрып жатқандар болады. Солар барып қатыса алады. Түркістан қаласында 5%-бен алады, 10% алғашқыларына 175 пәтер, бәрі чистовой отделкада Түркістан қаласында. Алғашқыларына 10%, максимально 20 жылға дейін береді, бірақ тағы айтып өтейін, Отбасыбанкта обычно 13-14 жылға береді кредит. Ал енді 2%-тан алатындар, олар бұрынғы бақыт отбасына қатысып жүргендер бар ғой, олар біледі, олар 4 категория бар, ол многодетный семья, семья воспитывающих детей инвалидов дейді, яғни мүмкіндігі шектеулі бала асыраушы жанұялар, одан кейін жетім балалар және мүгедек жандар, яғни бірінші, екінші топтағы мүгедектер, олар 2%-бен алады. Яғни мына жерде тағы да бір айта кететін жайт бар, достар. Егер бірінші, екінші топтағы мүгедек болып және соттың шешімімен жұмысқа жарамсыз деген қағаз бар болатын болса, базада солай болатын болса, онда бірден ескертейін, сіздерге несие бермейді. Егер инвалидность бар, туған-туысқандарыңыз бар болатын болса, бірден ескертіңіздер. Егер соттың шешімімен олар жұмысқа жарамсыз болатын болса, онда оларға несие бермейді. Ол кезде қалай жасайсыздар? Ол кезде былай болады. Негізгі тізімге өтіп кеттіңдер дейік, заявка бердіңіздер, негізгі тізімге өткіздер, олар деп қуандыңыздар, бірақ сізге ипотека бермейді. Енді не істейсіздер? Олар енді төмен 180 мың теңгемен ғой 1 метр квадрат, арзан да, былай айтқанда. Қазіргі нарықта одан да қымбат қой. Сол мысалы бір бөлмелі үй айтап 8 миллион, 2 бөлмелі үй где-то 10-12 миллион болады шығар. Сіздер істейсіздер, тікелей барып ақшаларыңызды тікелей барып сатып ала аласыздар. Полный өкіп сатып ала. Только сондай ғана мүмкіндік бар. Егер бірінші, екінші топтағы мүгедек жұмысқа жарамсыз деген ақпараты бар болса. Және мына Түркістандағы ақпарат, Түркістандағы тікелей брондау ертең соңғы күн, достар. Түркістандағы таныстарыңыз бар болатын болса, ертең соңғы күн екен, заявка беріп үлгеріңіздер деп таныстарыңызға таратыңыздар, айтыңыздар, осы видеоны прям барынша айтыңыздар, берекелі шырылдап айтып жатыр. Давайте түркістандықтар үйлі болыңыздар деп мен шырылдап сіздерге айтып жатырмын. 175 пәтер, ол деген өте керемет, 180 мың теңгеден 1 метр квадраты, ол деген керемет қой, чистовой тем более. Так, келесі. Қостанай қаласында да жаңа концепция болып жатыр. 2%-бен, 5%-бен алатын азаматтарға. Бұл жерде 48 пәтер болып жатыр екен. 18 қазанда басталды, 31 қазанға дейін, айдың аяғына дейін әлі болып жатыр. 48 пәтер, оған заявка беру керек.
Қостанай қаласында Береке деген шағын аудан бар екен. Сол жерде 4 қабатты үй дейді. Коды 4464 дегенмен мысалға отбасыбанк.kz сайтына кіріп, баспана порталына кіріп 4464 таңдасаңыздар код объекті. Бірден соған кіре қоясыздар да заявка бересіздер. 2023 жылы 29 декабрьде дайын болған екен. Тоже 180 мың теңгеден 1 метр квадрат, тоже 2%-пен қатысатындар жаңа 4 категория атап өткен. Бұрынғы бақыт отбасына тағы да қайталап өтейін. Многодетный семья, яғни көп балалы, мүмкіндігі шектеулі баласы бар жандар, бірінші, екінші топтағы мүгедектер және жетім балалар категориясына жатқан соған кіріп жатқан азаматтар. Олар 2%-бен алады, ал қалған кезекте тұрғандар барлығы 5%-бен алады, достар. Бұл енді Қостанай қаласында. Енді қостанайлықтарға тағы да бір ерекше, осы жолы Қостанай прям күшті бағдарламалар жасап жатыр. Қазір жаңа концепция болып жатса, Қостанай жастары деген бағдарлама 21 октябрьде кеше басталды. Болды, рахмет. Қостанай жастары 21 қазанда басталды, достар. Бұл жерге кімдер қатыса алады? Талаптарын айтып жіберейін. Жасы 34-ге дейін болу керек екен, 35 емес, бұл жерде 34-ге дейін жасы, Қазақстан Республикасының азаматы болу керек. Жұмыс орнымен тұрғын үй сатып алатын өңірі бір болу керек дейді. Яғни қай үйден үй алайын деп жатсыз, қай регионнан алайын деп жатсыз, жұмыс орныңыз мысалы үшін бір Амангелді ауданы ма, значит Амангелді ауданынан аласыз, түсінікті ғой, Мысалы үшін бұл жерде де бірнеше аудандар бар екен ғой, Алтынсарин ауданы, Амангелді ауданы, Әулиекөл ауданы, Денисов ауданы, Жангелді ауданы, Жетіқара, Қамысты, Қарабалық, Қарасу, Қостанай, Меңдіқара, Наурызым, Сарыкөл, Бейімбет Малин, Ұзынкөл, сосын қандай Федоров, Арқалық қаласы, Қостанай қаласы, Лисаков қаласы, Рудный қаласы. Міне, достар, Қостанай сонша үлкен екен ғой, мен білмеппін. Керемет. Бірақ мен білетінім Қостанайдың территориясы Қазақстан Республикасы бойынша үлкендігі жағынан 4-ші орында тұр, достар. 1-ші орында қай облыс, кім біледі екен десем. Так, сонымен енді оның шарттарын айтып жүрейін. 18 миллион теңге Қостанай қаласы үшін, ал қалған өңірлерге 15 миллионға дейін сіздерге займ береді. Алғаш жағына 10%, 6%-бен аласыздар. Алдын ала займымыз 98 айға, аралы займ 108 айға дейінді. Бұл жерде енді обычно 8 жылға предварительный займ дейді 8 жылға, и аржағынан жилищный займ где-то 5-6 жыл болады. Сонда әдетте 13-14 жылға сіздерге несие береді, достар. Бұл Қостанай жастары үшін ол керемет бағдарлама. Бұл жерде сіздер 34 жасқа дейін жаңағы не болсаңыздар, аттарыңызда үй жоқ, азаматтар болсаңыздар, пожалуйста, неге қатыспасқа, Енді соңғы 5 жыл аттарыңызда үй болмау керек. Және отбасылық табысыңыз дейді, айына 150 есептік 15 шарт, 150 айша есептік отбасылық табысыңыз. Яғни сізде жолдасыңызбен бірге тапқан табысыңыз 553.800-ден аспау керек. Сол кезде ғана сіз бұл бағдарламаға қатыса аласыз. Және алғаш жағына отбасыбанкта міндетті түрде болу керек дейді. Түсінікті ғой, Міне, Қостанай жастары, давайте, қатысыңыздар 34 жасқа дейінгі балалар. 34-лер қай? 2090 жылғылар ма? Сонда 34-те? 90 жылғылар ма? 90 жылдан былай қарай, 90, 91-лер, 92-лер, 93-лер қатыса берулеріңізге болады. Бұл Қостанай жастары туралы ақпарат. Енді мен жағда қайталап өтейін, тікелей эфирінде қазіргі таңда Қазақстан Республикасы бойынша отбасыбанкте 8 бағдарлама өтіп жатыр. Екеуі ертеңнен бастап қосылады. Жалпы 10 бағдарлама болады. Соны мен қазір сіздерге 1, 2, 3, 4, 5, 6-ын айтып өттім. Енді болып жатқан екеуін айтам, одан кейін қосылатын тағы екеуін айтам. Ал енді қазір Шымкент қаласының азаматтарына керемет ақпарат беріп отырам. Шымкент қаласында Бозарық микроауданында 5 қабатты үйде 2% бен 5% берілетін үйлер болып жатыр. Олар 21 октябрьде басталды, 1 ноябрьге дейін болады. Максималда бұл жерде 160-80, получается
160, 320 квартира беріліп жатыр ғой. 320, ол деген керемет көп, кәдімгідей көп. 320 тоже 180 мыңнан теңгеден болу керек. Бірінші бұл жерге 2%-бен де 5%-бен де қатыса алады азаматтар. Жаңа 2%-бен қатыса алады, жаңа 4 категория, а 5%-бен барлық санаттағылар қатыса алады. Енді бұл жерде қараңыздар, жаңа 4 категория бар ғой, 2%-бен алатын, мысалы қараңыз, многодетный семья дедік, мүмкіндігі шектеулі бала асыраушы, мүгедек жандар бірінші екінші топта және жетім бала категория. Осы 4 категория бір-бірімен жасаған кезде сіздерге айтайын, мүмкіндігі шектеулі бала асыраушы мен және бірінші екінші топтағы мүгедектерге оларға жаңа бәрінен бұрын басымдық береді. Яғни соларды бірінші соларға үйді қамтамасыз етуге асығады, одан кейін барып басқа категориялар кетеді. Түсінікті ғой, жаңағы 2%-бен алатын азаматтарды айтамын. Және бұл жерде міндетті түрде азаматтық кодексінің 159 бабының негізінде дейді, бірінші екінші топтағы азаматтар егер соттың шешімімен сіздер сотқа жарамсыз деген қағаз болатын болса, онда сіздерге несие берілмейді, достар. Соны біле жүріңіздер. Бұл Шымкент қаласындағы ақпарат, Шымкент қаласында. Енді бүгіннен бастап Өскемен қаласында да тікелей Өскемен қаласында да жаңа концепция аясында бағдарлама басталды. Бұл жерде не дейді, Сатпаев көшесіндегі Ильяс Есенберлин дом 52 дейді. Сол жерде бірақ квартира екен, өкінішке орай, бірақ квартира бағасы 278.193 теңге. Получается 22-сінен қашан басталады? 22-сінде басталады до 24. То есть 2 күн болады. 22-сінде 23-24 күн сағат 23:00-де бітіп қалады екен. Чистовая уже акт повода бар дейді. Бірақ квартира бар. Енді тоже 2%-бен адамдар қатыса алады, және 2% 4 категория бар, солар қатыса алады. Енді бұл жерде приоритет бірінші екінші топтағы мүгедектер мен мүмкіндігі шектеулі бала асыраушылар дейді. Так, міне Өскеменде бірақ квартира қалған екен, сол бір квартираға 2 күн заявка беруге болады. Мүмкін Өскеменде таныстарыңыз бар болатын болса, мүмкін сол Өскемендегі азамат сол квартираға иесі болып кететін шығар сіздің арқаңызда. Сондықтан давайте заявка беріңіздер, таныстарыңыз болса жіберіңіздер. Ал енді басталатын ақпаратты айтайын. Маған енді кім керек айтайын ба? Жетісу облысы Панфилов ауданы Жаркент қаласы дейді. Міне сол жерлерде тікелей брондау өтіп жатыр екен, өтеді екен. Тоже 2 күн 23-24 күні болады. Және нысан Жаркент қаласында дейді. Басқа не жоқ, Так, бұл жерде 2%-пен алатын азаматтар ғана қатыса алады. Яғни жаңа айтып отырмын ғой, көп балалы жанұя, бірінші екінші топтағы мүгедектер, мүмкіндігі шектеулі бала асыраушы және жетім балалар категориясы. Міне осылар ғана қатыса алады. Жетісу облысы Панфилов ауданы Жаркент қаласында екен. Басқа ақпарат менде қолымда жоқ. Осы бар ақпаратпен сізге бөлісіп 2 күн болады Жетісу облысы. Баяғы Талдықорған ғой, былай айтқанда. Талдықорған облысы. Енді опять Қостанай деп бастайыншы, жаңадан қайтадан Қостанай. Жалпы Қостанай соңғы кезде что-то күшті бағдарламалар беріп жатыр. Қостанайда тікелей брондау ертеңнен басталады, 6 ноябрьге дейін болады. 23-нен бастап 6 ноябрьге дейін. Бұл жерде де 2%-бен де 5%-бен де қатысылады. Түсінікті ғой, 2%-бен жаңадан тағы да қайталап өтейін. 4 категория: многодетный семья, бірінші екінші топтағы мүгедектер, мүмкіндігі шектеулі бала асыраушы және жетім балалар категориясы. Осы 4 категория. Бұл жерде де 180 мың теңгеден 45 квартира бар екен. Және сол 23-нде басталады и 6 қараша күні бітіп қалады екен. Міне осығанда қай жерде орналасқан болатын болса, Қостанай облысы Рудный қаласында орналасқан екен. Рудныйдағылар қатысып осы жерден үй алып алуға болады. Рудныйда таныстарыңыз бар болатын болса, соған жіберіңіздер, достар, хабарласып айтсын. Міне достар, қазіргі таңда болып жатқан бүкіл
бағдарламаларды мен сіздерге таныстырып өттім. Жаңадан қосқан көрермендер болатын болса, уайымдамаңыздар, тікелей эфир сақтаймыз ғой, иә, міне менің мобилографым сақтаймыз деп отыр. Өйткені оның жұмыстың барлығын осы біздің Сағыныш жұмыс жасайды. Аты Сағыныш. Так, мен енді тікелей жауап берейін оларға. Так, енді қалыңыз қалай дейді, керемет. Так, енді кеттік, бастан бастап мен сіздерге мына нені қарайыншы. Так. Так, мына жерде тиктокты ашып берші, ашыла ма? Так, қарай. Тиктокты қарап атым, 1 секунд. Инстаграм күте тұрыңыздаршы, ренжімеңіздерші. Так, сұрақ бар ма? Арал өңір тұрғындарына жеңілдік бола ма дейді. Вольфрам дейді. Негізі Арал өңірінің азаматтарына, егер тұрғындарына жеңілдік болғанда, негізі тегін алуға мүмкіндіктері бар негізінде. 15 жыл тұру керек та, сосын бар 15 жыл тұрды деген қағаз алып баратын болатын болса, ірі қалаларда кезекте тұрып, өзінің кезегі келіп үй беретін болатын болса, оны ипотека емес, кәдімгідей тегін алып алуға мүмкіндіктері бар. Бірақ 15 жыл тұру керек негізінде. Так, басқа сұрақтарыңыз жоқ па? Мына жерде тұрыңыз. Міне. Сәлеметсіз бе? Отбасы банк программа неге өзгере береді? Ақтау қаласында бар ма дейді. Отбасы банк бағдарламасы өзгере береді, мен оны мойындаймын, өйткені ол жерде постоянно өзгерістер болып жатады. Оның барлығы, өзгерістер барлығы енді халыққа жақсы болсын деген ниетпен өзгереді ғой, не болса да. Енді Ақтау қаласынан болып жатқан кезде мен сізге хабарын беремін. Пока Ақтауда болып жатқан жоқ, болса мен айтамын. Так, ал жақсы. Инстаграмнан сұрайық, пока тикток не алғанша. Так, сұрақтарды қоя берейік. Так, сұрақтарды бір қарап шығайын. Так, сәлеметсіз, ассалаумағалейкум, берекелі, уағалейкум ассалам. Үйді неше жылда береді дейді. Кезегіңізге байланысты біреулер 5 жыл күтеді, біреулер 10 жыл күтеді, біреулер 3 жыл күтеді, біреулер тіпті 2 ай ғана күтеді. Кімге қалай енді ол жерде бағыңызға қарай деп айтайықшы. Қалыңыз қарай дейді. Қалым жақсы, Аллаға шүкір. Инвалид кісіге неше жылда береді дейді. Инвалид кісіге осынша жылда беру керек деген заң жоқ. Кезекпен қай кезде кезегі келеді, сол кезде бере береді. Депозит ашқанда обязательно ақша сразу салу керек па дейді. Зәуре ханым, ашқан кезде обязательно емес, бірақ салғаныңыз жақсы. Хотя бы егер кеңес шартылы ашсаңыз, бір 20 мың теңге салыңыз. Хотя бы 20 мың теңге. Асыл мекенде 10 миллион, ауылда ондай үй жоқ дейді. Зәуре ханым, енді бұл жерде 10 миллионға үй таппасаңыз, 12-ке табыңыз, 15-ке табыңыз, қалған 2-5 миллион теңге артын тұрған ақшаны сатушыға өзіңіз наличка бере саласыз. 5 миллионнан 2 үй алуға болады ма асыл мекеннен дейді. Жаңа ғана өзіңіз қызық сұрақ қойды, 10 миллионға үй жоқ деп, 5 миллионнан 2 үй алуға болады ма деген қалай сұрақ кетті? Күшті екен, Зәуре. Так, жоқ, скорее всего, рұқсат етілмейтін шығар, өткен бұл мемлекеттік бағдарлама ғой, сондықтан жоқ. Ал бірақ 5 миллионға үй алып, 5 миллионға үй алып, қалғанына 5 миллионға жер алам десең, мүмкін болатын шығар. Оны енді жаңағы неге звондаған кезде содан сұрау керек оператордан. Оны мен 2 алу, скорее всего, болмайтын шығар. Так, ары қарай. Табыс жоқ болса асыл мекенде қатыса аламын ба дейді. Заявка бере аласың, бірақ айтады, сізде табысыңыз жоқ. Ренжімеңіз, одобрение бермей қояды. Бұл табыс керек. Айманка дейді. Айманканың сұрағына жауап бердік. Енді келесі сұрақ. Айманка қайттан пособие көрсетіп асыл мекенде қатыса аламын ба дейді. Асыл мекенде тек қана пособияңыз бар болатын болса, ол табысқа жатпайды. Ал егер сізде жұмыс жасап отыр, одан кейін пособие алып отырсаңыз, онда ол кезде пособияңызды есептейді. Ал негізі қат жақына күттім ме? Так. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақтар қоя беріңіздер. Тикток ренжіп қалды деймін, бір адам қарап отыр. Рахмет, бір адам ақпаратыңызды тыңдап жүргеніңізге. Қараңыз, кетіп қалмаңыз десем. Так, Галиям дейді. Галиям, кеш жарық 30-да 70 отбасы банкпен ипотека алу үшін 30% депозит 6 ай жату керек па? Сіздерге біртүрлі ақпарат айтайын айтсам, 30%-іңіз бар, 1 жыл 2 ай жату керек. Опысы жеті болу керек. Ол үшін
бір жыл 2 ай жатып, сол кезде ОП 7-ге жетеді екен. Ал егер бұрыннан бері жатқан болатын болса, онда вознаграждениесін қарап, қайтадан есептеу керек екен. Негізі депозитіңіз жоқ болып 30% бірден салып, давайте 37-тен аламын дейтін болсаңыз, онда ол бір жыл 2 айдан кейін барып қана оның ОП-сы 7-ге жетіп болады, 7-ге жетеді, сосын барып үй алуға мүмкіндік бар. Ал енді 50-50 алып атам десеңіздер, онда 50%-іңіз хотя бы 6 ай жату керек. Так. О, адамдар қосылады. Сәлематсыз ба дейді, сәлематсыз ба. Амандасқандар. Кеш жарық дейді, кеш жарық. Макония дейді, күшті екен атыңыз. Макония. Қазір ОП 10, вознаграждение 72 мың, ОП 16 болу үшін істеуге қажет выдача займ болды дейді. Так, то есть промзайм алып қойдыңыз ба, Макония? Дұрыс па? Выдача займ болды, значит сіз 72 мың вознаграждениемен алып қойдыңыз. Бұл енді 14 миллион үйін алып қойғансыз ғой, значит 7,5%-пен. Енді 16 болу үшін вознаграждениеңіз, егер 14 миллионға болатын болса, 14 миллионға 16 болу үшін сізде мына вознаграждение, 72 вознаграждение 224-ге жету керек. Егер 14 миллионға үй алған болсаңыз, тағы жазып жіберіңізші неше миллионға үй алғаныңызды. Выдача займ болып қойды деп тұрсыз ғой. Бибігөл дейді, асыл мекенде онлайн қабылдай ма? Қабылдамай жатыр ғой, ұзақ отырды комптың алдында дейді. Енді адам көп болған шығар, қабылдайды, негізінде қабылдайды. Егер не болса, лимит бар болса, күту керек, амал жоқ. Енді адам көп қой, аяқ беріп жатқан. Саламатсыз. Аллаға шүкір, асыл мекен бағдарламасы үйлі болдық. Вау, Жадыра ханым, күшті болсын. Керемет, қандай керемет. Сіз үшін, Жадыра ханым, сіз үшін мен шын жүректен қуаныштымын. Қиын болмаса, қай ауылдан алдыңыз? Айына қанша болды, жалпы оформлениеге қанша уақыт кетті, сол туралы бір-екі ауыз жазып жіберсеңіз, сіздің қуанышыңызбен біз бүкіл Қазақстанмен бөлісейікші. Жадыра, қандай керемет. Мен как будто өзім үй алғандай қуанып кеттім ғой, Жадыра, сіз үшін. Шын жүректен қуаныштымын. 1 август па туған күніңіз, солай түсініп тұрмын мен. Так, сау болыңыз ереке, біраз ақпарат беріп жатсыз дейді. Рахмет, Алла разы болсын. Ақпараттың пайдалы болып сіздермен бөліскеніме мен де қуаныштымын. Пайдаңызға жарасын, шын жүректен тілектеспін. Так, тағы да қандай сұрақтарыңыз бар? Жадыра, онлайн бердіңіз ба, заявканы деп. Жадыра, сізден сұрап жатыр, онлайн бердіңіз ба? Әрине онлайн береді, басқа вариант жоқ, бұлай бап бермейді. Сәлеметсіз бе? 2-10-20 балаңыз Алматыда қашан басталады? Назгүл ханым, зағы сізіміз барлығы күтіп отыр, бұйырса басталады енді. Маңғыстау облысына өтіп кеттіңіз бе дейді. Бегүлға Маңғыстау облысында жоқ, Маңғыстау облысы бойынша ақпарат қазір жоқ, болып жатқан ақпарат не жоқ, бағдарламалар жоқ. 10 бағдарлама, бұл жерде 10 бағдарлама айтайын. Асыл мекен болып жатыр. Бүкіл Қазақстан бойынша Шымкентте қамқор бағдарламасы болып жатыр. Мына бағдарлама Қарағанды, Сарайын қаласында жастар бағдарламасы болып жатыр. Түркістан қаласында тікелей брондау жүріп жатыр. Қазақстан, Қостанайда тікелей брондау, Қостанайда жастарға арналған бағдарлама болып жатыр. Мына жерде қандай? Шымкент қаласында болып жатыр тікелей брондау, Өскеменде және Жетісу ауданы Жаркент қаласында және Рудный қаласында, Қостанай облысы. Сол жерде тікелей брондаулар болады. Ақтау пока жоқ, Маңғыстау жоқ. Болса мен айтамын келесі аптада. Жалпы мен тікелей эфирім TikTok'та да, Instagram'да да сейсенбі, жұма күндері кешкі сағат 8:30 шамасында бастап бір сағаттай примерно сіздермен толық ақпаратпен айтып отыратын боламын, достар. Осы уақытта қарап, наурызда Шымкентте тұрғын үй сертификат беріледі ма? Наурызда Алматы точно береді, өйткені алматылықтар айтты, наурызда Шымкентте ол жағын мен точно білмеймін, өйткені Шымкенттің акиматы шешеді. Бірақ мен Шымкент